Қарақат жауыннан кейін тамаша болып тұр екен. Менің бүгінгі миссиям қарақаттың жапырақтарын жинау. Қыстың күні ішетін шай болады. Қарақаттың жапырақтарын жақсылап жуып, суын әбден ағызып алдым. Енді пакетке салып, қатырып аламын. Мұздатқышқа қою үшін пакеттің ішіндегі ауаны барынша шығарамыз. Осылай тығыздап саламыз. Қарақаттың жапырақтарын мұздатқыштан алып шықтым. Ол жерде 2 тәулік тұрды. Жапырақтарды осылай ұсақтап алдым. Енді банкаға тығыздап саламын. Ары қарай банкаларды күннің көзіне 1 тәулікке қоямыз. Сонымен бұл ферментацияны өтеді. Осылай тура күннің көзінің астында 1 тәулік тұруы керек. Күннің көзінде тұрған қарақаттың жапырақтарымен не болды, соны көрсетіп жіберіңізші деп сұрап жатқан оқырмандарыма ары қарай видео түсіріп жалғастырайын. Осындай ферментациядан өтті. Енді бұларды біз кептіреміз. Ол үшін кептіргіштің көмегіне жүгінеміз. Қараңыздаршы, түсі қалай өзгерді. Қарақаттың иісі деген аңқып шығып тұр ғой. Енді өздеріңіз ойлай беріңіздер. Одан шыққан шай қандай болады екен. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Қараңыздаршы, қандай ыңғайлы. Табақшалары да көп. 4 сағат 70 градус. 4 сағат уақыт өтті, жапырақтар кеуіп дайын. Осындай болып кепті. Қағаз қапшықтарға салып аламыз. Шай демдейік. Дәмін татып көрейін. Бисмилля деп. Керемет. Иісі деген осы жерде аңқып шығып тұр. Дәмі де ерекше.